Сәлеметсіздер ме? 12.01.19 Б тобының білімгерлері. Бүгін 14 қазан 2020 жыл. Кесте бойынша өтетін пәніміз автокөлік агрегаттары мен тораптарының құрылысы және құрылыстық ерекшеліктері. Осы пән бойынша зертханалық жұмысымыздың тақырыбы қозғалтқыштың майлау жүйелерінің жұмысын және құрылымын оқып үйрену. Осы зертханалық жұмыс бойынша сабақ жоспары, демек бірінші жалпы майлау жүйесінің құрылымы, екінші майлау жүйесінің жұмысы, үшінші майлау жүйесінің біріктірілген сызбасы. Экранға назар аударамыз. Ішкі жану қозғалтқышындағы май жүйесінің жұмысын көріп шығамыз. Ішкі жану қозғалтқышының негізгі бөлшектері бір-бірімен үйкеліс жұмыс жасайды. Үйкеліс жұмыс жасағанда қызуы, еруі мүмкін. Сондықтан майлау жүйесі қолданылады. Майлау жүйесі демек қысыммен шашыратып және ағып майлауы мүмкін. Осы әдістерде майланады. Қазір біз міне мотор майын қозғалтқышқа құйдық. Қозғалтқышқа құйғанда ол жаңағы өзінің арнайы каналдарымен картер поддонына барып түседі. Сол картер поддонында жиналады, сақталады. Және сол картерге қазір көріп тұрғаныңызда міне май өлшейтін шуб, міне бірінші сүзгі және май қабылдағышты көріп тұрсыздар. Одан кейін жаңағы май сорғысы бар. Май сорғысы сол картерден майды сорып алып, жоғары қысымда оны каналдарға жібереді, майлау каналдарына. Оған дейін рецидуралық міне клапан бар, ол реттеп тұрады, жаңағы өзінің шекті қысымына байланысты. Және жоғары демек қысыммен май әрі қарай каналдар бойынша кетеді. Қазір сіздер менің сорғылардың түрлерін көріп тұрсыздар. Бұнда шестнералы сорғы және роторлы сорғыны көрсетіп жатыр. Демек олардың басқаша да аттары бар. Басқарылуына қарап реттелетін сорғылар, реттелмейтін сорғылар болып бөлінеді. Және бұл жерде жаңағы міне көріп тұрғандарыңыздай бірінші немен каналмен келіп сорғыға келді. Сорғы бұл жаңа сүзгі бұл демек жаңағы майдың жүйесін металл шаңдарынан, ластардан сақтап тұрады. Егер осы сүзгінің өзінің элементі ластанып қалған болса, онда өткізіп жіберетін клапан арқылы май жаңағы тазаланбай өтіп кетеді де каналдар жаққа кетеді. Мынау көріп тұрғандарыңыз бұл қысым датчигі, ол туралы кейінірек сөйлесеміз. Ал қазір май жаңағы иінді білікке берілді. Иінді біліктен жаңағы тамырлы мойны мен кладшы ортасындағы майланатын жерлерін майлап жатқанын көріп тұрмыз. Одан кейін демек май каналдар арқылы шатонды мойындарға барады. Шатонды мойындармен және кладштарды ортасын майлайды. Демек қазір міне иінді білік айналып жатқан кезде оның астында жаңағы картердің бар екенін білесіздер. Бағана май тұрған жерді. Демек ол жан-жаққа шашыратып осы жаңағы ішкі беттердің бәрін майлайды. Және ол шатонды жаңағы поршын саусақтарын цилиндрді майлап жатқанын көріп жатсыздар. Қандай шашырап. Демек осындай жаңағы майлайды да, одан кейін майлар ағып қайттан картерге түсе береді. Және параллель екінші жақтан міне жоғары қарап каналдың кеткенін көрдіңіздер. Май жоғары қарап келеді да, жаңағы газ тарату білігіне келіп, ол жерді майлай бастайды. Газ тарату білігінде жаңағы тіреуіш мойындары бар. Сол жерде колачок бар, өздеріңіз білесіздер, соны майлайды. Одан кейін жаңағы клапан стержендерін майлайды. Одан әрі каналдар арқылы түсіп, демек картерге түседі. Осылай цикл қайталанады. Қайталанып, барлық жері жаңағы демек майланып тұрады. Енді бағана датчикке келетін болсақ, бұл датчик жаңағы бұл жүйенің кез келген жерінде қолданылуы мүмкін. Ол жаңағы сүзге дейін де, сүзгіден кейін де, ең соңғы жағына да жаңағы
орнатылуы мүмкін. Бұл датчиктің жаңағы қысымды көрсететін датчик. Енді егер қызыл свет жанатын болса, демек бұл жаңағы жүйеде қысымның азайғанын білдіреді, және жаңағы автокөлік салонында панельде оны көрсетеді. Демек қызыл свет жанып тұрған. Одан кейін міне қосымша жабдықтар да бар мұнда. Жаңағы майдың деңгейін көрсететін, майдың температурасын көрсететін, және оны салқындататын радиаторды көріп тұрсыздар, майды салқындатып өткізетін. Демек осындай қосымша жаңағы жабдықтар қолданылады. Мына жерде сіздер цилиндрді көріп жатсыздар, бекерге көріп жатқан жоқсыздар оны. Демек оған қосымша каналдар беріліп жатыр, через шатон арқылы майлайтын. Болмаса шатонда тесік болуы мүмкін. Енді оны қосымша майлау үшін қолданылатын нәрсе. Поршенкалар болуы мүмкін. Енді қосымша да басқа жабдықтарда не қылуы мүмкін, майлануы мүмкін. Жаңағы турбокомпрессорды көріп тұрсыздар. Әрі бұл майдың қысымы басқару жүйесінде де қолдануы мүмкін. Міне қарап отырсыздар, қазір міне пружинаны қозғап жатыр, клапанның. Әрі бұл жаңағы гидробасқару муфталарында да қолдануы мүмкін. Міне жаңағы газ тарату білігін жаңағы қимылдаған көріп жатсыздар. Әрі гидронатыжитель дейді, жаңағы гидротартқышта да қолданып тұрған көріп тұрсыздар. Және бұл поршында май сыдырғыш сақинасы да қолданылады. Себебі ол камераға жаңағы майды жібермеу керек. Және жоғарысында көріп тұрғандарыңыз жаңағы клапан сальнигін қалпағын көріп тұрсыздар. Әрі бұл май жүйесіндегі майлар басқа бөлшектерге өтіп кетпеу үшін жаңағы төсемдер қойылады, прокладка деп атаймыз. Міне алдыңғы жаңағы төсемдер, сальниктері қойылып жатыр, басқа неге өтіп кетпеу үшін. Жалпы қазір майлану процесін көріп жатырсыздар. Міне осылай, демек картерден шығып, жаңағы редуцерлік клапаннан шығып, одан сүзгіге барып, осылай майланып тұрады. Демек жалпы жаңағы қозғалтқыштың майлану жүйесі бойынша берілетін міне материалдар осы. Бүгінгі зертханалық жұмысымыздан білуіміз керек болған материалдардың маңызы осы болатын. Енді сіздерге үй тапсырмасында кесте берілген, конспектілерді оқып, кестені толтырып, алған білімдеріңізді жинақтап, кері байланысқа шығыңыздар. Қош сау болыңыздар.